біз осы өзіміздің тұрып жатқан ортамызда тазалықты сақтау әрбір мұсылманның міндеті. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде ат-тухуру шатрул иман, тазалықты сақтау әрбір мұсылманның иманының жартысы дейді. Иманның жартысы. Сондықтан иманның жартысына біз не істеуіміз керек? Дұрыс мән беруіміз керек. Қоршаған ортамызды, есігіміздің алдын барлығын таза ұстауға тырысуымыз керек та. Есіктің алдына шығып, күлді төгіп, оның үстіне кірдің суын төгіп, көшеміз бүйтіп үйіліп атады, айту шаруағымыз таза болса болды. Жоқ. Біздің көшемізде таза болу керек мұсылман. Біз көше тұрсын, үйіміз тұрсын, мынау Алланың үйі, мешіттің айналасын таза ұстамаймыз ғой қазір. Келген адамдар темекісін шегіп, басқа нәрсесін тастап, бүлдіріп тұрады да айналасының барлығы. Жоқ, бұл мұсылманға жат нәрсе. Өзіміздің салт дәстүрімізде кірдің суын басуға болмайды, күлді басуға болмайды деп айтамыз. Сол нәрсені сөйтіп үйретеміз. Бірақ та сол нәрселерді адамның аяғы басатын жерге барып өзіміз төгеміз. Сондықтан әрбір мұсылманның сөзі ісіне сай болу керек. Шарбағыңнан кішкене бірдеңені үңгіп қазып қойсаң, сол жерге төгіп тұрсаң, ол толып кетпейді, ары қарай сіңіп тұрады да. Көшеге төккенше сол шарбағының бір жеріне дайындап, сол жерге төгіп, жалпы қоршаған ортамыздың табиғатының тазалығын сақтау, ол әрбір мұсылманның несі екен? Міндеті екен. Сондықтан осы нәрселерге біз не істеуіміз керек? Алдын алып, жете мән беріп қарауымыз керек. Өйткені бір өзгенің өкілі айтқан екен, мынау араб елдеріне бардым, біраз жерде болдым, ол жақтан мұсылмандарды көрдім де, бірақ исламды көре алмадым депті. Европаға бардым депті. Европаға барып, мен мұсылмандарды көрген жоқпын, бірақ ислам көрдім депті. Неге дейсіз ғой? Өйткені ислам тазалықтың діні да. Сондықтан біз сырттан келген басқа адамдарға бұндай түсінік қалыптастырмауымыз керек. Мұсылман мен тазалықтың екеуі егіз сыңар екендігін біз істеуіміз керек, әрқашан көрсетіп отыруымыз керек екен. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келетін хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, иманның 70-тен астам тармағы бар дейді. Иманның 70-тен астам тармағы бар. Оның ең үлкені ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах дейді. Ал оның ең кішісі жолдағы кедергі нәрсені алып тастау дейді. Жолда кетіп бара жатсаң, бір нәрсе шашылып жатады, бір нәрсе кедергі болып жатады. Міне осындай нәрселерді алып көтеріп, басқа жерге апарып тастау, ол иманнан екен, құрметті жандар. Қазақта сөз бар, не дейді? Сынық ағаш көтермейді дейді. Яғни жалқау адамды, түк істемейтін адамды жерден сынық ағаш көтермейді дейді. Жоқ, мұсылман адам ондай болмау керек. Жерден мұсылманға зиян беретін нәрселерді көтеріп алып тастауымыз керек екен. Сондықтан үйдегі қазіргі жастардың көбісіне еститін сөзі осы да. Азаннан кешке дейін үйде болмайды, кешкісін түнге дейін таққан тұрады, ертесін әке-шешесі ойбай. Сен шашымды ағартатын болдың, жерден сынық ағаш көтермейсің деп, әке-шешеміздің несесін ризалығынан тыс қалып жатамыз да. Сондықтан осындай нәрселерге біз не істеуіміз керек, хабардар болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бірде келе жатқан кезде көшеде сахабалар жиналып тұрады екен. Көшеде сахабалар жиналып тұрады.
Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жерде жиналып тұрған сахабаларға: ей сахабалар, сендер мына көшенің ақысын бермейінше бұл жерде тұрмаңдар дейді. Сол сахабалар: Алланың елшісі, біз бұл жерде тұрамыз, әңгіме айтамыз, ешқандай біздің зиянымыз жоқ қой, сонда көшенің ақысы деген не дейді? Көшеге тұратын болсаңдар, сендер оның ақысын беріп тұрыңдар, оның ақысы мындай деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші не дейді? Көздерін сақтаңдар дейді. Көшеде тұрған кезде не істеуіміз керек? Ең бірінші көзімізді сақтауымыз керек. 4-5 адам болып жиналып алып, бір адам өткен кезде көзбен күтіп алып, көзбен шығарып салып, одан кейінгі әңгіме арасындағы өткен адам туралы болмау керек та. Мұсылмандық сипатта. Яғни көзімізді сақтауымыз керек. Одан кейін екінші не дейді? Ешкімге зиян тигізбеңдер дейді. Міне. Ешкімге зиян тигізбеңдер, тұрған жеріңді ластамай. Біз қазақ қарап тұрмаймыз ғой. Тұрған жерге шемішкісін шағат, қабығын тастайды, темекісін шегет, тұқылын лақтырады. Анау талда бірдеңе бүйтіп, өзіне қарай шығып тұрса, өге жұлып сындырып тастауға бір бейім тұрады да. Міне, зиян бермей. Адам баласына да, жануарға да, табиғатқа да сен ешқандай зиян берме дейді. Көшенің екінші ақысы осы екен. Үшіншісі, сәлем берсе сен жауап бер дейді. Сәлем берсе жауап беруің керек. Одан кейінгісі жақсылыққа шақырып, жамандықтан тиіп тұруың керек екен да. Көшеде бекерден бекер тұрмай, міне осындай көшенің ақыларын естеп тұру керек, әрбір мұсылман орындап тұру керек екен. Сондықтан біз біреу келеді деген кезде ғана біз жасаймыз ғой негізі көп нәрсені. Үйімізге ремонтты қонақ келетін кезде істейміз, құда келетін кезде жасаймыз, шарбақты сыпырамыз, су шашамыз, бірақ басқа кезде ондай нәрсе істемейміз. Дәл сол сияқты ғой, біздің елімізге қазалыға қонақ келеді, елбасы келеді деп, көшенің таңертең 8-де тұрып кешкісінге дейін жүрсең, барлық жерде осы кезде өргі болып жатыр. Талдардың астын әктеп, бетонға дейін жуып жатыр ана жерде, қарасаңыздар. Сонда елбасы келмесе бізге керек емес па? Сонда ортамыздың тазалығы, көшеміздің тазалығы. Сондықтан біреу келеді деп емес, өзіміз үшін мұсылманның міндеті деп осындай нәрселерге біз жасауымыз керек. Сондықтан құрметті ағайын, Алла баршаларымыздың деніміз сау қылсын, елімізді аман қылсын, елімізді, жерімізді бәледен, жәледен, қауіптен, қатерден сақтасын.